Елімізде қарттығына деп ақша жинағандар тағы 40 миллиард теңгесінен айырылуы мүмкін. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының проблемалық активтері осынша қаражатты құрайды. Бұл Әзербайжан банкіне салынған 71 миллиард теңгеден бөлек ақша. Салымшылардың осы қыруар қаржысының сенімсіз қолға өтіп кеткеніне қатысты дау өткен аптада шыққан болатын. Енді проблемалық активтер туралы айтылып жатыр. Зейнетақы қорындағы даулы қаражат көлемін тілшіміз Ербол Тұрымбет есептеп көрді. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Әзербайжан банкіне салынған 71 миллиард теңгеден бөлек бас ауыртар мәселесі жетерлік. Тағы 40 миллиард 500 миллион теңге қордың проблемалық активтерін айналған. Бұл жалпы жинақ мөлшерінің шамамен 1%. Қазір қор басшылығы инвестиция немесе несие ретінде кеткен сол қарызды 21 эмитенттен өндіріп алуға тырысып жатыр. Ал Әзербайжан банкінен қайтарылмай қалған 71 миллиардтың жалпы инвестициялық табысқа қалай әсер ететінін әлі есептемепті. Дегенмен қор басшылығы жетістіктер де жетерлік деп мақтанды. Мәселен, жыл басынан бері зейнетақы жинақының көлемі 240 миллиард теңгеге өскен. Общая сумма пенсионных накоплений. Зейнетақы жинақтары жалпы сомасы 6 триллион 930 миллион теңгені құрап 4%-ға өсті. Ал жыл басынан бергі 4 ай ішінде таза инвестициялық табыс 92 миллиард 200 миллион теңгені құрап, ол салымшылардың шоттарына таратылды. Жалпы зейнетақы қорына салынған қаражат көлемі бойынша Алматы 22%-бен көш басында тұр. Ал астаналықтар бүкіл жинақтың 9,75%-ын берген. Бұл көрсеткіш бойынша үшінші тұрған Қарағанды облысының үлесі 8,82%. Осы жинақ қаражаттың тағдырына қатысты өткен аптада мәжіліс депутаты Азат Перуашев мәлімдеме жасаған болатын. Салымшылардың 160 миллиард теңгесі рейтингі ең төмен банктерде сақталған деп дабыл қақты депутат. Ал 60 миллиард теңгенің құнды қағаздары қаржылық ахуалы мүшкіл мекемелерге құйылыпты. Бірақ қор басшылары бұл салымшыларға анау айтқандай қауіп төніп тұрған жоқ деп ақталды. Порядка 65%. Зейнетақы активтерінің 65%-ы жоғары деңгейдегі қаржы ұйымдарына салынған. Соған қарап, салымшылардың ақшасы сенімді сақталады деуге болады. Оның үстіне соңғы 3 жылдағы инвестициялық қызметіміздің нәтижелері де сөзімізді растайды. Сондай-ақ зейнетақы жинақтарының сақталуына қатысты мемлекет тарапынан инфляция деңгейі ескеріле отырып, салымшыларға аралық айырмасы төленеді. Ондай айырма төлемді зейнеткерлік жасқа жеткен тұлғалар, мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген бірінші және екінші топтағы мүгедектер. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар алады. Айта кетерлігі, тұрақты мекенжайын шетелге ауыстырған азаматтар зейнетақысын түгел шешіп ала алады. Ондайлардың 95%-ы ресейге көшкендер екен. Ал өз азаматтарымыз үшін ондай мүмкіндік жоқ.